Сәлем оқырман. Бір бітпеген хикая қалып кеткен еді, махаббат үштігі десем келетін секілді. Аруна таңдауын жасауда Нұрдәулет пен Еркеш жауабын күтуде. Екеуі де өлеңдерін айтып ән салған болатын қызға. Аруна болса анасынан бір қолдауын сұраған болатын. Анасы бұл жүрек үнін тыңдап, өзің білесін ақылға сал деп айтқан екен. Нақты бір жігітті таңда деп айтқанын баяндады. Халықтың да айтып жатқанына елеп ескергенін айтты. 50% Нұрдәулет, 50% Еркеш екенін айтты. Түнімен ойлап, Еркешке бір ренжуі бар екен. Бір сезімін білдіргенде Еркеш елемей қалғанын есіне түсіре береді екен. Нұрдәулет болса 90%-ға өзін таңдайтынына сенімді болып отырды. Еркеш болса не таңдаса да Аруна, мен Арунаға ренжімеймін. Себебі қыздың ойы маған маңызды, Арунаны таңдаған 10 жігітке қолым жетеді. Бірақ Аруна таңдаған бір жігітке шамам жетпей қалу мүмкін. Сол үшін де қандай шешім қабылдасаң да, мен сені бақытты болғаныңды қалаймын, деді Еркеш. Және 100%-ға Еркеш өзіне сенімді болды. Аруна болса өзінің таңдауын жасап, екеуіне де жоқ деген болатын. Бәрі таң қалды, бірақ Нұрдәулет қарсылығын білдірді. Бір мүмкіндік бер, Еркешпен танысып көрдің ғой деп. Ал Аруна болса өзінің бір қорқынышын айтты. Егерде Нұрдәулетті таңдайтын болса, бұрынғы жұбы Айда келіп араларын бұзып алмай ма деген. Сол үшін де Нұрдәулеттің сезімін өшпегенін көріп, бір қорқып қалғаны бар енді. Ал оқырманның пікірлеріне көшсек, өзінше Қазақстан бойынша мисс сұлу құсап сонша керілгені. Нұрдәулет Айдасын сағынып ән айтып тұрса, Айдасы келсе көзін аударып төңкеріп Арунаны тастап кетеді. Еркешті таңдағанын дұрыс еді, өзінше. Әлдағандай болмай, Нұрдәулет уверенні отырған еді, мені таңдамай қайда барады дегендей. Сразу түрі өзгеріп кетті ғой. Ақылды қыз екен, дұрыс шешім. Нұрдәулеттің Айдасы бар. Ертең Айда қайтса, Нұрдәулет уақыт өткізіп, 99 проблема тауып, өтірікті айтып, араны ашықтайды. Жоба шартын бұзып жүрген мына қыз жобада отыруға лайық емес. Сыртта екі жігітпен де сөйлесіп жүр ғой. Туынның ортасында неге шығады жігіттерге? Мына қыз екі жігіт сөз салып еді, өзгеріп жұлдыз болып кетті. Алдында махаббатымды ұмытпадым, жобадан шығамын деп көзінің сорасы ағып отыр еді, енді басқаша отыр. Нұрдәулет ешқашанда Айданы ұмытпай, алдыңнан әрдайым атайтылады, дейді оқырмандар.